Тизерлеп ел алдында кешірім сұрадың. Қалай ойлайсың, кешірді деп ойлайсың ба? Саид биліктің адамы. Олардың бәрі Ринат үшін барған жастар еді. Сол кезде Ринат қайда қалды? Олардың өздері ертесі күні жылап келді. Ринат, сені құпияны айтайын. Олардың өздері шошып кетті. Ойбай, мен халықты көтеремін, ойбай, мен сөйтем бүйтем. Кемпір шалдарды қол аяғынан ұстап сүйреген адамдар жастарда аясың ба? Ана жаққа барса мысық болады, мына жаққа барса күшік болады, өзінің кабинетінде отырғанда тегі бір. Мен әкімнің тойына бармай, мен өзімді ондай сәттерде жек көремін. Жаныма батпайды емес, батады. Шешем зейнеткер, пәтер жалдап тұрып жатқаны. Қамшы сұхбатта бүгін ақын Ринат Саидов. Ринат, өзіңді аман есен көріп, осындай емен жарқын әңгімелесе алатыным үшін өте қуаныштымын. Рахмет. Қош келдің. Қош келдің. Соңғы рет сені Алматы аренаның алдында полиция қамауға алып кеткен кезде көрдім. Содан кейін жастар жиналды, Целина кинотеатрының алдында қазақ жастарының сені ерекше жақсы көретінін, қорғауға келгенін, шығарып алуға келгенін сол жерде өзіміз көрдік те. Осы жағдай жалпы өзіңе тікелей қалай әсер етті, соны білгім келеді. Енді біріншіден күтпеген жағдай болды. Мен үшін себебі білем, мен қазақ жастарымен қашанда жақсы қарым-қатынастамын. Дәл сол сайлау күні біз жаңағы осында бір-екі оқу орнына бардық, жүздеген студенттерді қамап отырған жерлерді көрдік көзімізбен. Соларды алып шығуға тырыстық. Айғайласып, үйғайласып, деканы бар, коменданты бар, бәрімен. Бірақ дәл сол күні мен өзім іштей ойладым, ары кетсе бір 15 күнге қамайтын шығар, заңды бұзсам соншалықты бұзған шығармын деп. Бірақ жаңағындай жағдай болады деп шыны керек өзім күткен жоқпын. Мүлдем оған дайын да болған жоқпын. Мен іште отырған кезде естідім, қызметкерлер өздері келіп айтты, сен далада не болып жатқанын білесің ба деді. Не болып жатыр деп едім, осылай адамдар жиналып жатыр деді. Онда қайтарайық дедім. Себебі енді мен өз бұрыннан айтам, кез келген митингі, жиналыста халық ұтпайды ешқашан. Себебі ол жерде бәрібір қан төгіледі. Сондықтан егер біз шынымен қазір қазақтың бүтіндігін ойлап жүрсек, ондай митингіге шығатын адамдардың ішінде біреудің жалғыз ұлы болады, біреудің әкесі болады, біреудің қарындасы болады. Әрқайсының басының амандығы үшін алаңдауымыз керек қой біз. Енді әсер еткені өзімде жаңағыны Инстаграмда жаздым, көбіз әлеуметтік желіні қолданбайтын едім, бірақ сол тұста соны арқылы ғана хабарласатын мүмкіншілік болғаннан кейін мен өмірдегі ең бақытты ақын екенім сездім. Себебі мүмкін енді мен мүмкін емес, енді шынымен де бір кереметтей бір өлеңде жазып тындырып тастағам жоқ. Бірақ әйтеуір осы халыққа деген махаббатым жеткеніне қуандым. Олар соны сезгеніне, соған сенгеніне қуандым. Бір жағы сайлау алдындағы жағдайдан кейін ондай болады деп өзім күткен жоқ едім. Жаңа полиция қамаған сәтте тура біз сол жерде съемка жасап тұрдық, өз көзіммен көрдім. Сені полиция ұстап баратқанда сен аса қарсылық білдірген жоқсың. Бұл заңды бұзып тұрғаныңды мойындап тұрғаның ба, жоқ әлде жаңағыда ушығып кететін нәрседен алдын ала біліп қорықтың ба, сездің ба? Ана жерде көрдіңіз ғой, біреу қолыма жабысып алған, мен Ринатты бермеймін ешкімге деп шырылдап жанын беріп тұр. Егер ол жерде мен бір әрекетке баратын болсам, ана жердегі халықтың барлығы қарсылық білдіретін еді. Ол неге әкеп соғады? Ол жаңағы мен айтып отырған қан төгіске әкеп соғады. Сондықтан енді біріншіден біз ол жиынға рұқсат сұраған жоқпыз. Себебі ол аяқ астынан болған жиын болды. Оның себебі де белгілі. Алдында біз жаңағы қосанып деп айта берейін, Иә. Аса айтқым келмейді. Соған сеніп қалардың алдында тікелей эфирде маған бір кісілер сұрақ қойды. Ринат, егер сен де алданып қалсаң қайтесің деді. Мен айттым, онда мен сіздердің алдарыңызға шығып, зерлеп тұрып кешірім сұраймын ағайындар деді. Ер азамат айттым, айтқаннан кейін істеу керек. Иә, білдік, ол жерде бізде де заңсыздық бар екен. Өйткені ешқандай рұқсат енді сұрасақ та бермейтін еді ғой, бірақ алынбағаннан кейін, заң сол жақта болғаннан кейін, жаңағы 15 күнге дейін қамауға, айыппұл салуға хақысы бар биліктің. Сондықтан ол жерде қарсылық көрсетіп, бірдеңе дәлелдейтін ештеңесі жоқ. Келді, алып кетті. Біз оған іштей дайын болдық. Тізерлеп ел алдында кешірім сұрадың. Қалай ойлайсың, кешірді деп ойлайсың ба? Енді түсінгендер кешірді деп ойлаймын.
Себебі елген басты қылыш кеспейді. Мен жалғыз мен ғана емес, Қазақстанның басым көпшілігі солай қарай алданды. Біз ондай жағдай күткен жоқпыз. Біз үмітпен, сеніммен қарадық. Себебі мен ол кісімен жеке бір емес, осы сайлаудың алдында екі рет кездестім. Сонда екі ретінде де ескертіп сұрадым, аға, егер ондай болатын болса, ел өстіп айтып жатыр ғой. Мен қоя салайын осы жерден. Білмеймін, не мақсаты болған, не ойы болған. Жоқ, бауырым, бәрі дұрыс, ойдағыдай, еркекше сөзім, қол алыстық. Көрген адамдар бар сол жерде. Сондықтан енді менің ол жердегі кінәм сеніп қалғандығым, алданып қалғандығым болса, сол үшін кешірім сұрауға мен міндеттімін. Сол себептен сол жерге бардық, кешірім сұрадық. Ал әртүрлі сан-сақтағы адамдар бар. Біреу былай дейді, біреу былай дейді. Енді әрқайсысына мен шаршамаймын, жеке кездескен жерде айтып жүруді. Бірақ негізгі қадам жасалынды, әйтеуір мен өз уәдемде тұрдым. Сол күні тағы бір берген уәдеңнің бірі, ертеңнен бастап саяси партия құрамын. Және заң талаптарын жаттай бастаймын дедің. Бастадың ба ол жұмысты? Міне енді бастап жатырмын. Қазір жазғы демалыс мүмкіншілік бар. Енді партия құру жайында қазір барлығы бірінші кезекке соналады. Жаңағыны басында оқу керек, дайындалу керек те алмайды. Біріншіден, әзірге мен мүлдем партия құру үшін не істеу керек екенін де білмеймін. Оның қандай талаптары, шарттары болу керек, көп қой енді нюанстар. Оның бәрін зерттеп білу керек. Екіншіден, қазір шыны керек, айналамда бір сеніп қарайтын, бір алданып қалғаннан кейін аузы күйген ұрып ішеді, сеніп қарайтын, осымен бір серіктес болуға болады дегенде адам жоқ, көріп тұрған жоқпын қазір. Кімге сенерімді білмеймін. Қазір білмеймін қандай болатын. Үшіншіден, ана біздің Қазақстанның сәуегейі бар ғой, шетелде отырған Әбіләсіп деген. Сол өткенде бір жерде айтыпты, міне мен сіздерге айттым, Зайытов биліктің адамы, енді оған билік партия ашып береді, партия құрғызады деген. Бұл да қазір бір екі ойға салып тұрды. Менің мақсатым, бір жағынан мақсатым соның өтірікші екенін көрсеткім келеді. Енді оған ерегесіп, қазір жоқ, мен ешқандай әрекетке бармаймын деуге де болады. Бірақ қалай болған жағдайда да ең маңызды мен көпшілікке түсіндіргім келетін нәрсе, менің көзқарасым ешқандай өзгерген жоқ. Кез келген уақытта жақсы, жарайды, ешқандай партия құра алмай қалдық дейік, бәрі ештеңе орындалмай қалды деп ойлайықшы. Бірақ сонда да егер бір кішкентай бір есік болатын болса, тіпті бір мүмкіншілік, бір 5 минут менің сөйлейтін мүмкіншілігім болса, мен барынша осы халықтың жағдайын айтуға соны жұмсаймын. Ондай мүмкіндіктің бірі депутат болуға да болады. Енді депутат болған адамдардың көбін көріп жүрміз. Бара жатқанда бәрі айтады, осылай істеймін, былай істеймін. Бірақ себебі белгісіз, ана жаққа барғаннан кейін басқаша сөйлейді бәрі. Мен өзім қорқамын да, өйткені ол кісілердің орнында болып көрмегеннен кейін, мүмкін олардың да ақталатын себебі бар шығар. Маған бір депутат ағам айтып еді, өзі қатты қадірлеймін, қазақтың батыр жігіті. Сол кісі айтты, Ринат, бізде амал жоқ қой деді. Амалсыздан үндемейміз, амалсыздан өстейміз дейді. Соған қарап ойланып қаласың, мүмкін енді ол жақта мен білмейтін нәрсе көп қой, тағы да бір деңгесі бар шығар деп. Сондықтан менің ең қорқатын нәрсем ол халықтың үмітін ақтай алмай қалу. Ертең ол жаққа да барып ап, мыңқ-мыңқ етіп отырсаң, сосын мына Ринат шынымен оңбаған екен ғой, бекер сенген екенбіз ғой десе, онда ешқандай қажет емес. Енді шынымен бір мүмкіншілік көрінсе ол жерден айтуға болатын болса, мысалы биліктегі адамдар диалогқа шақырып, Ринат сен осы ана жақтан сапылдай бермей, осы жерге айтшы, айтатын десе, онда баруға болатын еді. Мына қазір президент айтып жатқан қоғамдық министрлік, қоғам өкілдерін тартайық, билікпен өзара келісімге, билікпен халық арасында өзара келісім болсын деген сияқты мәселе көтеріліп жатыр ғой. Соған қатысты ойың қандай? Мысалы, сол жаққа егер саған ұсыныс түссе барасың ба? Барам. Егер ол жаққа ұсыныс түссе барам. Себебі ол бір мүмкіншілік, ол жаңа президенттің өзінің берген уәдесі. Біз қанша мен күмәнмен қарағанмен, біріншіден сенуге мәжбүрміз. Одан басқа альтернатива жоқ бізде. Екіншіден, әрбір келген жаңа президент ол өзінің мемлекетке деген үлесін қалдырғысы келеді, қолтаңбасын қалдырғысы келеді, қалай болған жағдайда да. Сондықтан мүмкін жаңа келген президенттің, жаңағы Тоқаев мырзаның
көздеп отырған осы шығар, алғашқы қадам осы шығар. Бірақ бұл жаңағы қоғамдық министрлік, жаңағы пікір министрлігі, басқасы, менің бір қорқатыным, олар қоғам өкілдері деп кімді қабылдайды. Енді қоғамдық пікірге міне халықтың ортасынан адамдар алдық деп, жаңағы ой жерде сондай бір өзінің пікірі ойы жоқ, түр әдемі журналисті, өзінің ғана бас пайдасын ойлайтын ақынды, өзінің жаңағы әдемілігіне, халықтың жағдайына қарағанда көбірек алаңдайтын бір әншіні алып алатын болса, билік айта алады, міне біз қоғамдық пікірге адамдарды алдық, осылардан көріңдер, осылар айтып берші. Менің қорқатыным сол да. Ал егер шынымен қоғамдық пікір жеткізе алатын адамдар жинайтын болса, неге бармасқа? Ол да бір арена. Әзірге ұсыныс түскен жоқ. Жоқ, әзірге түскен жоқ. Жаңағы Алматы полициясы департаментінің алдына жастар жиналған кезде сол жерде де болдық біз, кешкі съемкаға бардық. Сол кезде егер сен келмегенде шынымен қақтығыс болатын еді. Сондай қатты толқын, ана жерде бір үрей ұшып жүрді да, сондық нәрсе болайын деп қалған. Сен келдің халықты басу үшін ушық кетпесін деп. Әміржан Қолсанов жақында берген сұхбатында мен Жаңаөзендегі жағдайдың қайталанып кетуінен қорықтым. Қақтығыс болып кетпес үшін мен осындай әрекетке бардым деген сияқты сұхбат беріпті. Екеуіңіздің әңгімелеріңізде ұқсастық жоқ па? Білмеймін, мен біріншіден ол кісінің интервьюін ештеңесін көрген жоқпын. Қазір көргім де аса көргім келмейді. Залқым жоқ оған. Енді екіншіден мүмкін сондай ой болған шығар дейік, жарайды. Бірақ оған жақын жүрген, күнделікті хабарын айтып тұрған адамдар болды ғой, мысалы бақылаушылардың ішінде. Соның біреу мен мысалы хабарласып, аға былай болып жатыр, аға былай істейік па, не істейік деп отырған. Ең болмаса бізге жанамалап болсын айтуға болатын еді ғой. Осы уақытқа дейін әлі бір хабар жоқ. Осы уақытқа дейін бір хабарын беруге болатын еді ғой. Жоқ, сайлаудан кейін дейсің ғой. Сайлауға дейін. Ең болмаса сайлаудан кейін. Ринат, жағдай былай болды. Сендер ренжіме. Ондай да ештеңе жоқ. Ал жаңағы ол кісі Тоқаевты құттықтаған кезде құттықтай сала телефон қоңырауын шалдың ба ол кісіге? Шалдым. Жасап жатқан. Көтермеді. Көтермеді. Мен жазған хабарламамда бар. Қазір бұйыртса бағдарламадан көрсетемін. Ауыр сөздермен? Жоқ, ауыр сөздер емес. Мен жалпы адамға ауыр сөйлемеймін. Түсінуге тырысамын. Абай айтпақшы, біз түсінбесе түсінбесін, біз түсінуге тырысалық. Жаңағы халық нөпірі басылды, тарқасты. Сен сабырға келейік дегеннен кейін тарқады. Бірақ сол халықпен бірге жоғары қарай бізде көтерілдік, көбі көлікпен жүрді. Бірақ олар біразға дейін айғайлап бара жатты. Ринат жасасын, қазақ жасасын деп байрақтарымен де. Сен ол күні үйге кеттің? Жоқ, үйге кеткен жоқпын. Ол күні менің қасымда екі қызметкер болды. Солармен қайтадан үй жаққа бардық. Сонан кейін сол жерден апақ-сапақта достарым алып кетті өзімен бірге. Сосын өзі оның алдында 2 күн ұйықтамаған адам, шыны керек шаршадым, қатты. Қой жатып бірер сағат демалып алайық дедік. Бірер сағат демалып үлгергенде жоқ, біз қайтадан қоңыраулар басталды. Ойбай әкім шақырып жатыр, ойбай министр шақырып жатыр, ертең бүйт, ертең сөйт. Тағы біреулер қоңырау шала бастады. Сен неғып сол жерде отырып, жаңағы халықтың алдына шыққанда неге аяғына дейін тұрмадың, неге сөйтпедің, неге бүйтпедің, неге жаңағы президент неге шақыртпадың деген ақылға қонбайтын ойлар айтыла бастады. Сосын бір әйелдер жаңағы хабарлама жазып, ойбай сен бүйттің, сен сөйттің, сен жаңағы Әбіләзовтан алаңдату үшін әдейі істедің, сөйттің, бүйттің деген әңгімелер көп болды да. Шыны керек, ондай ауқымдағы ақпаратты, ондай ауқымдағы жаңағы өзіме бағытталған сұрақтарды көтере алмай қалдым мен сол тұста. Содан кейін бірақ шешімі болды, өзім үшін ең дұрыс. Бүкіл телефонды өшірдім де семейге, отбасым қасында. Өйткені ол жақта да не болып жатқанын білмедім. Қатты алаңдап жатты. Шешем бар, бәрі бала-шаға бар, туған туыс бар, барлығы қандай күйде екен білген жоқпын дейді. Артынан жаңағы барғаным дұрыс болғанын есепте көзім жеткені, оларға да жаңағы түрлі адамдар звондаған, өтірік айтты, сөйтті, бүйтті, оны қамап тастады, қайтадан осылай болды, былай болды деп жаңағы оларды уайымға салды. Уайымға салу емес, әйтеуір қозғалту керек болды. Кімге екенін білмеймін, әйтеуір біреуге. Сол ретте халықты. Одан кейін митингіде тағы да мынандай нәрселер болады. Өзіңіз де көрдіңіз, Алатаудың алдында адамдар келген кезде
ішінде теріс пиғылды 5-10 адам болады, жоқ дегенде. Солар төбелесті де бастайтын солар, айғай шуды да ушықтыратын солар. Мен сондай адамдардың артына ана жазықсыз жастар еріп кетпесін деген тілек болды. Мен келдім, халықты барынша тарқатуға әрекет жасадым. Сосын жаңағы қызметкерлермен бірге үй жаққа дейін бардық. Ары қарай болған оқиғаның желісі осы. Оның жаңағы сөзімнің бір дәлелі 13 күні ма, 12 күні ма тағы да біреулер шығарды. Ойбай, апорттың алдына Ринат адамдар жинап жүрді. Мен өзі семейден білдім. Бұл сұрақты қоюға сол кезден кейін біраз күнге дейін осы мәселе талқыланды ғой. Сайранның қасында жастар ұсталды тағы да біршама. Ринат, олардың бәрі Ринат үшін барған жастар еді. Сол кезде Ринат қайда қалды деген талқылаулар көпті. Және ең болмаса жаңа алдындағыдай 12 минуттық, 12 секундтық болса да видео жолдау жасап, жастар заңсыз қамалмасын деген сияқты бір ауыз неге айтпады деген пікірлер көп болды. Және сізбен барған бір досыңыз кафеде отырған суреттерді Инстаграмға жүктеген. Содан мына жақта мынандай болып жатқан кезде Ринат қалай барып тамақ ішіп отырады пікірлер болды. Ондай болып жатқан деген жағдайдың хабары жеткен жоқ бізге. Сайрандағы жағдай жеткен жоқ. Оны мен сізге өтірік айтпайын, Семейге жеткеннен кейін барып естідім. Ары қарай жаңағы қай жерде де Сайран Абай мотозалка деген сол жақ қой. Төле би мотозалка жақта деді. Сол жақта сондай болды деді бірен-саран. Тағы бір адамдардан сұрастырып едім, жоқ, олардың саған қатысы жоқ. Ол жаңағы сол жерде ушықтырып жібермекші болған бір жастар, олар мын жаққа барды деді. Екі түрлі пікір болды. Енді қазір оның анық-қанығына жетіп алмайынша әлдеқандай бір әрекет жасау, осы біріншіден ақымақтық болады, екіншіден тағы да халықты басқа жаққа алаңдатып жіберу. Оның бәрі жаңағы қазір бір ауыз сөз айтсаң, аналар босатсын деп, босатылсын былай деп. Олай босатылсын деп айғайлағаннан гөрі қазір бәрібір болады диалог. Мен оған сенен диалогты күту керек. Азыр осы айдың ішінде бәрібір жоғарыдағы бір адаммен диалог жасайды ол. Болады. Себебі өткендегі халықтың көңіл-күйін көргеннен кейін олар қанша дегенмен ойланады. Сол диалогта бұның барлығы қазір ақпараттар толық жиналып жатыр. Кім қамалды, кім не болды, қайда болды. Оның барлығы алдыға қойылады. Менің естуімше, Әміржан Қосановтың штабы сайлаудан жеңілетін алдын ала білген секілді. Және сондай әңгімелер болды да, білді олар, және жеңілсек те біз парламентке барамыз деген үмітпен сайлауға түсті деп. Сен сол штабтың, сол қолдаушы топтың ішінде жүрдің. Осындай әңгіме алдын ала белгілі болды ма? Әңгімені алдын ала мүмкін білген адамдар бар шығар, бірақ ол білген адамдардың қатарында мен жоқпын. Және менің қасымда жүрген жігіттер жоқ. Менің қасымда жүрген жігіттер Қосановпен отбасылы араласатын жігіттер де бар. Олардың өздері ертесі күн жылап келді. Ринат, сені от қитеріп жіберді ау мынау деп. Осылай болды ау деп. Сондықтан мүмкін болған шығар ондай әңгіме. Оны да мен жоққа шығармаймын. Себебі мен білмеймін қазір. Болды, болған жоқ. Осылай болды деп бірдеңе айтудан, бірдеңе айту үшін ең болмаса бірдеңенің шеті көріну керек еді маған. Жоқ, көрінген жоқ. Әу бастан енді ойлап отырмын, мүмкін мені штабқа қатты жолатпай, жеке былай ұстап отырғандар да сондықтан шығар деп. Бірақ маған айтылғанда, штабқа сені кіргізбей отырғанымыз, бұл жақта да әңгіме көп, ертең бақылаушы болып бір-ақ шық, сондықтан саған қарсы бір әрекеттер жасалмасын деп отырмыз, анау-мынау деген әңгімелер болды. Ринаттың пікірі Әміржан Қосанов деген кандидат емес, Әміржан Қосанов деген адам туралы. Ол дұрыс жасаған жоқ. Еркек ретінде, жігіт ретінде дұрыс жасаған жоқ. Жалғыз пікірім сол. Ал қазір саясаткер Қосанов туралы, кандидат Қосанов туралы әлдеқандай бір пікір айтудан аулақпын. Себебі тағы да жаңағыны сәуегей тәтеміз шығады ан жақтан. Әне мен айттым ғой, бұлар енді өстейді, бұлар сөйтеді, бүйтеді деп. Себебі оның әңгімесінің ішінде бұл да бар екен. Ринат енді Қосанов жамандайды. Жоқ, ешкім жамандаудан аулақпын. Себебі әлі ешқандай бір түсініктеме болған жоқ. Семейге кеттің, өйткені жаңа ата-анам да уайымдамасын
деген бір мақсат болды. Бірақ одан кейінгі жаңағы митингтер, 2-3 митинг болады деген хабарламалар тарап жатты ғой одан кейінгі, бірақ Ринаттың қатысуынсыз митингтер. Сол митингтерге сенің қандай да бір қатысың болып кетуі мүмкін деген ұлттық қауіпсіздік қызметіне болмаса полиция тарапынан саған ондай ұсыныс түскен жоқ па? Пока ел тынышталғанша мына жаққа бара тұршы деген. Жоқ, олар құпияны айтайын. Олардың өздері шошып кетті, мен естуімше де. Мен телефонды бір күнде өшіріп, семейге кетіп қойғанда, олар мен шетелге қашып кетті ме деп ойлапты. Тіпті сондай өсекте тарапты. Ринат шетелге қашып кетті, сөйтті бүйтті деген. Соң айтам деймін, мен қайда қашам, құрсын Қазақстаннан. Ал біреудің тарапынан нұсқау, ондай әлі күнге жоқ. Мүмкін енді келешекте әрекет жасайтын шығар, бірдеңе нұсқамақшы болып, бірдеңе айтпақшы болып. Ештеңеге таңғалуға болмайды. Бірақ қазіргі таңда осы күнге дейін Ринат сен былай істе деп айтқан ешкім жоқ. Жалғыз-ақ айтылған нәрсе, жаңа 16 күнге айтысқа қатысуың керек еді Ақсуатта. Оған қатыспайсың деді. Ол жерде өзім де ойладым. Себебі жігіттер телефон шалып айтты, Ринат біздің ауданға ОМОН қаптап жатыр, автобус деп. Не үшін деп едім, сен келет деген өсек бар екен, сен халықты көтергел жатыр деген өсек бар екен деді. Мен айттым, үйтіп алаңдамай ақ қойсын, бәріне сәлем айтыңдар. Баратын шыны керек, ойымда жоқ. Сосын осы нәрсенің өзі Ринатты айтысқа шығармай қойыпты деген бір әңгімелердің шығуына түрткі болмай ма? Болады енді, айтысқа бүгін ғана емес қой шықпай қалып жүргенім. Ол бұған дейін де болып жатқан жағдай. Бұйыртса алда, міне осы жаздың өзінде алда 2 айтыс тұр. Ол екеуінен Құдайға шүкір әлі сызыла қойған жоқпын. Қосымша хабарларын біліп отырмын. Жоқ, бәрі орынды, келіп қатысасың деді. Сондықтан қазір енді мен мына жерге айтысқа қатыстырмай қойды екен деп қит етсе же жаман қатын кетем деп қорқытып демекші, мен қазір қит еткен жерге ойбай мен халықты көтерем, ойбай мен сөйтем бүйтем десем, сол адамшылыққа, еркектікке жата ма? Баяғыдан айтам, Бауыржан атамыз айтты, отан үшін отқа түсіп күймейсің деді. Бірақ отаныңды отқа түсір деп айтқан жоқ. Айтып отырмын ғой, билік тарапынан қандай да бір митинг болсын, аяушылық болмайды. Оны анық білу керек. Себебі көздеріңіз көріп жүр ғой, кемпір шалдарды қол аяғынан ұстап сүйреген адамдар жастарды аясын ба? Енді бұл ретте не істеу керек? Бұл ретте бүкіл есікті қағып теуіп шығу керек. Бір-екі адам, бірен-саран адам. Сол елдің атынан сөзін сөйлей алатын адам. Солар қайткенде соларға жету керек. Жетпеді ма, мүмкін басқа жолын іздеу керек шығар. Бірақ халықты алаңға шығарып, жаңағы қан төгіске итермелеу, ол менің түсінігімдегі соңғы әрекет. Өзім содан шыны керек қорқам қазір. Елдің арасы қазіргі халықтың көңіл күйі өте нашар қазір. Қазір керісінше кез келгеннен сұрасаң, өлсек өлейік, атысақ, бүйтіп жүргенше өлген артық деп жүрген адам көпті. Енді мен соны жеткізе алмай жүрмін де, ана жаққа барып, мына жақта халық сөйдеп жатыр, байқаңдар ертең деп. Себебі ол бәрібір жақсылыққа келмейді. Оның келіп тиетін зияны, жоғарыда отырған министрге ешқандай зияны тимейді. Оның ақшалары бар, бәрінің кететін орындары бар. Зардап шегетін кім? Біз осы қарапайым халық. Сотталатын сотталады, жаңағы дүкендер тоналатын болса, жерге тамағы киерге киімі қалмай қалады, мектептер тоқтап қалса, балалар оқи алмай қалады, зардабын тартатын қайтадан халық болып шығады. Енді халықтың мүшкіл күйі осы шығар, бірақ намыссыз еркектердің жиілеп кетуі біз үшін қаншақты қауіпті? Қазақ үшін. Өте қауіпті. Қазір керісінше намысты еркектерді саусақпен санауға болатын шығар. Көбейіп кеткен жоқ, олар басым көпшілігі солар. Себебі кез келген адамды осынша уақыттың ішінде қоғамды жалпы құндылығын ауыстырды да ақшаға қызығатын қоғам тәрбиеледі. Өзіңіз ойлаңыз. Біздің мысалы наразылық шерулерінің бәрі не үшін? Жағдайымыз жасап беріңіздер, пособиямыз төлеп беріңіздер. Оның ар жағында қанша мысалы біздің ұлттық болмысымыз жоғалып бара жатқан нәрселер көп. Оған алаңдайтын адам жоқ. Ешкім жағы өзінің бала-шағасын тәрбиелегенде де ең болмаса халыққа қызмет етсін деп тәрбиелемейді. Барлығымыз бір-бірімізге ақша тілейміз, байлық тілейміз. Содан қоғам бұзылады, қоғамнан кейін адам бұзылады, адамдар бұзылғанда қалай бұзылады? Еркегі болсын, әйелі болсын, барлығының құндылығы, ойы, мақсаты байып кету,
жаңағы өзінің қасындағы көршісі бай болып қалай талтаңдап жүреді, ол да солай талтаңдап жүргісі келеді. Әркім жеке басын ойлағаннан кейін мемлекет өзінен өзі осындай дағдарысқа ұшырай бастайды. Оның бірден бір себепкері жаңағы намыссыз еркектер. Көбінде билік тізгінінде отырғандар көріп жүрміз ғой, көп ағаларды. Ана жаққа барса мысық болады, мына жаққа барса күшік болады, өзінің кабинетінде отырғанда тегі бір көкжал болып отырады, мен осы жерде. Халықтың бай болғысы келген халықтың мына жалпы осы АСП дейді ғой, атаулы әлеуметтік көмек негізі біздің елде кедейлік шегінің төмен көрсеткішімен есептеледі, яғни жағдайы төмен отбасыларға беріледі. Бірақ осы беріледі дегелі барлық жердегі сұмдық кезектер ұзын сонар біздің халықтың қазіргі жағдайының көрсеткішін көрсетіп тұр да. Соншалықты кедей халықпыз ба, жоқ әлде ниетіміз бұзылып бара ма? Жоқ. Бұл кеше алдында Тоқаев мырзаның өзі де айтты, халық еркінен митингке шықпайды, халық кедейліктен шықты деді. Кедейлік, менің түсінігімдегі Қазақстандағы кедейлік, ол қолдан жасалды. Себебі көріп отырмыз. Егер жаппай мысалы кеңес үкіметіндегідей барлығы бірдей болатын болса, ешкім наразы болмайтын еді. Біздің өз қазаққа көп нәрсе керек жоқ. Қаранан қара шайын болса болды дейтін халықпыз ғой. Бір басында баспанасы, ертеңгі күнге деген әйтеуір бала шағам осы үйде тұрады ау деген сенімі, сосын бүгін ертең жейтін нан шайы болса болды. Қазір халық содан айырылып бара жатыр. Ал енді керісінше көшенің ар жағында біреудің 15 машинасы бар, 2-3 үйі бар, бала шағасының бәрі шетелде оқиды, одан ол бала шағасының өзінің бір 10 шақты машинасы бар, тіпті үстіне киіп жүрген костюмі бір әулеттің орташа өмір сүруіне жарты жылға жететін ақшадан тұратын адамдар бар. Соны көргеннен кейін әлбетте халық наразы болады. Неге ниетіміз дұрыс болмады дегенді сұрағандағы мақсатым, өйткені жағдайы бола тұра, үйі көлігі бола тұра, сондай адамдардың өзі жәрдемақыға жаппай құжат өткізіп алып жатты. Халық осы әділетсіздікке көнбей көп хабарласты да, неге оларға беріп жатыр, тұрмысы тәуір, бізге бермей жатыр деп. Яғни олар тұрмысы тәуір бола тұра, жаңа мемлекеттен берілетін, өйткені әр адам басы шаққанда ол 100 мың, 100 мыңнан асатын ақша ғой. Соған тура мағынасында талас көбейді да. Сол жағынан сұрағым келгені ғой, ниетімізде бұзылып бара жатқан жоқ па? Жоқ, белгілі бір қоғамның белгілі бір бөлігінің ниеті дұрыс емес шығар. Ал қарапайым қазақтың ниетін менен жақсы білетін адам жоқ шығар. Себебі мен күнделікті солардың ортасындамын. Күнделікті той болсын, қатын болсын, жай жүргеннің өзінде де өткенде бір айт намазында ма бір жігіт айтады, атағасы жалғыз жүре береді екенсіз ғой. Барып көпшілікпен әңгімелескенде біздің қарапайым халықтың басым көпшілігінің ниеті өте түзу. Барлығы кез келген билікке тілекші бола алатын қауым. Кез келген биліктің дегеніне көнетін қауым. Бірақ қанауға, не болмаса мазаққа кез келген қауым көнбейді. Ол ниеттің түзулігінен бұзылғанынан емес, ол керісінше жаңағы біздің жоғарыдағы өзінің жағдайы тәуір адамдардың араны ашылып кеңірейе бастағанынан ниеттің о жерге қатысы жоқ. Қазір халықтың ниеті 5-ақ минутта түзеледі, мен сізге айтайын. Бір-ақ сөзден. Егер мысалы Қасым-Жомарт Тоқаев шығып, қадірлі ағайындар, біз Қазақстан үкіметі ар есептеп, бер есептеп, ипотекаға үй алған қазақтардың 50% кредитін кешірдік деңізші, Қазақстанда мейрам болады, той болады. Сонда енді ниеті түзу емес болса, тағы да бер деп айтады ғой халық. Жоқ, біздің халық үйде айтпайды. Өздеріне бір жеткілікті бастар қиналып кетті қазақ қазір, шыны керек. Қатты қиналып кетті. Сонан кейін әрине ашынады. Сонан кейін әрине жаңағындай жәрдемақы ала алмай тұр, біреуден танысы жоқ. Мына жақтан біреу келді, Мерседеспен таныс тамыры бар. Құжаттарын өткізіп алды да, ақшасын алып алды. Ашуланады ма? Ашуланады. Бұл жердегі бәрі ниетке, басқа көбіне діндар адамдар ниетке жауап береді ғой, бәрі патшаның да ниеттеріңе береді, сөйтеді, бүйтеді. Жоқ, онда емес. Халықтың ниеті түзу. Жоғары жақ түзу керек бізге. Мен өзімді ондай сәттерде жек көремін, бір емес, бірнеше жерде айтқам. Бірақ басқа
менің біріншіден табыс табатын мүмкіншілігім жоқ. Екіншіден, мен әкімнің тойына бармаймын. Мен белгілі бір адамның тойына барам. Өйткені ол тойда әкім болмайды. Ол тойда не сол үйленіп жатқан жігіттің әкесі, не 60-қа келіп жатқан адам, 70-ке келіп жатқан адам. Үшіншіден, көп жиі бармаймын енді. Бізде бар ғой енді. Бөлінеді өзі, элитный тамадылар, VIP тамадылар деп. Олар енді сол жаңа көп бастықтардың тойында жүретін солар. Мен қазір-ақ айтып берейін, мен өмірімде бір әкімнің тойында болдым. Сосын екі әкімнің тойында болдым. Шақырту қарапайым халықтан алам. Ал жоғары жақтағы адамдар шамасынша мен жолатпайды. Енді ең үлкен жаңағы барған бастықтарым тойы осы екі той. Сосын қай бір жылы Жақсылық Досқалиев ағамыз қай жыл министр болып тұрды. Сол кезде бір әйтеуір бір сол кісінің бір кішігірім туған күнінде болғаным бар. Енді сол ғой енді. Мен мысалы тойына барсам, дәрігердің тойына барам, Жақсылық ағаның тойына барам, мысалы да. Енді тағы бір адамның тойына баратын болсам, адамның тойына барам. Ал әлеуметтік мәселені жеткізетін бір-ақ ауыз сөзбен аузым жауып тастайды. Ринат, бұл жер сені айтатын жерің емес қой дейді. Егер мен тіпті ондай әрекет жасайтын болсам, бұл менің тойым ғой деп айтады. Сондықтан енді оған бола өкпелейтін адам болса, енді өзі білер. Бірақ мен өзім ол үшін өзімді жеке қажаймын, сен неге айтпайсың деп. Әзілдеп болсын айтуға тырысасың, бірақ ол жерде ұялған адам көрмейсің. Сосын ол тойға жиналған адамдар, сол бастықтың туыстары, олардың ешқайсының ондай наразылығы жоқ, олардың бәрі жағдайы жақсы адамдар. Елдің көз жасын сүртем деп, сізді жылатып алдым деп анаң туралы айтасың да. Бірақ бір үй алып беруге жарамаған жаман балаң деген сөз бар да. Сонда ата-анаң үйсіз бе? Жоқ, мен қазір анам баспанасыз, бірақ ол жаңағы тағы да интернет сондай бір жазулар шықты ғой, ақша жинап Ринаттың анасына алып беріп, мен ондайдан аулақпын. Алла қаласа, қол аяғым аман болса, әйтеуір бір деңгесін шешермін. Сол, енді өзім әрине жаныма батпайды емес, батады. Шешем зейнеткер, пәтер жалдап тұрып жатқаны. Егер мен өзім семейде тұрып жатқан кезде, біріншіден шешем қазір Алматыға келгісі келмейді. Екіншіден үйлерің тар деп бірден айтады. Сен қайда жатамын мен келгенде деп. Сол ғана жанға бататын. Енді соны ойлайсың да, ең болмаса бір жаңағы шешеме бір баспана алып бере алмағаннан кейін не жүрсің менікі деген. Адам еркектің өзінің ішінде қажау болады ғой. Сондай қажау ғана, ол біреуден бірдеңе дәмету, біреуден бірдеңе алудың әрекеті емес. Берсе де алмаймын шыны керек. Заңгерлермен ақылдасам, әлі сабақ алам дедім. Тағы қандай Ринаттың жақын күндері жоспары бар? Енді біздің Әсет Иманғали бар, Жұлдызбек Жұманбай бар. Үшеуміздің көптен бергі бір арманымыз. Үшеуміз енді театр бөлімінде бірге оқығаннан кейін отырып бірлесіп бір пьеса, кішігірім пьеса, енді идеясы былайша айтқанда қаңқасы дайын тұрған нәрсе, деген 1-2 күн уақыт керек отыр. Соны жасап, онда да көптеген өзіміздің ойымызды айтқымыз келеді. Сондай бір спектакль қоямыз деген арманымыз, тілегіміз бар еді. Енді қазір бір Алла біледі, мына оқиғадан кейін мүлдем маған бір зал бере ма, кездесу өткізуге мүмкіншілік бере ма, оны да бір Құдай біледі. Сондықтан енді алдағы үлкен жоспарларымның біреуі енді сол өзімнің басқа жақтан білімін толықтыру болса, бір арманым, бір тілегім, қалауым осы болып тұр. Өзіңнің бір арманың, тілегің және үлкен өкінішің бар ма? Үшеуін бірақ қосып айтып берсең. Енді өкініш жеке өз басыма қатысқан өкініш бар шығар. Қандай? Енді ол таза өзімнің адамдық болмысымда істеген қателіктерім. Ешқандай қоғамға қатысы жоқ. Жеке Ринаттың ғана. Арман көп енді. Мен ең болмаса қазіргі ең бірінші арманым, мен барған жерлерде, отырған жерімде, жолда жүрейін, басқа жерде жүрейін, мұңын айтатын адамдар азайса екен деп армандаймын. Керісінше көбейіп барады. Жағдайымыз былай, мынауымыз былай деген. Тілегім, жоғары жақта билікте отырған адамдар, президенттен бастап, министрлердің барлығы, бір күн болсын, осы қарапайым халықтың
мұңына зарына құлағым тұрса екен. Оны жалғыз мен айтып жатқан жоқ. Себебі қазіргі қоғамдық көңіл күй жақсылыққа бара жатқан жоқ. Оны барлығын ескертіп айтты. Ол өте үлкен бір қиын қысылтаяң кезеңге бара жатыр қазір. Көзімізбен көріп тұрмыз оны. Ол менсіз де солай болып бара жатыр. Сондықтан ешкім ештеңеден күдіктенбей ақ қойсын. Ойбай, Ринат бірдеңе дайындап жатыр. Мен әзірге ештеңе дайындап жатқан жоқ. Мен әзірге өзімді ғана дайындауым керек. Бар арман, бар тілегім сол ғана. Ең болмаса бір күн не істеуге болады деп бір жан-жағына қарап бір ақылдасты екен. Семейге қатысты, Семейдің жағдайын осы жол барғанда да көзіммен көріп қайттым ғой, иә? Бүкіл ел бюджетінен бөлінетін үнемі жетім бала сияқты Семей қағылып қалып отырады. Жолы баяқ кеңес үкіметі кезіндегі. Әне күні Ақсуатта ма тойға соншама енді жекелеген үкіметтен бөлмесе де қаражаттар бөлініп жатыр екен де. Бірақ жаңағы халыққа қажетті инфрақұрылымын түзейтін дүниелерден қалыс қағып отырады да, соған қатысты өзіңнің көріп келгеніңді айтып берші. Қазіргі жағдай қалай семейліктердің, жалпы қаланың тұрмысы? Баяғыдай ештеңе өзгермеген. Біздің Семейге біріншіден ең болмаса өзі бұрыннан тұрған бір фабрикалары бар, басқасы бар, солар жұмысқа қосып, жұмыс керек. Халыққа жұмыс керек, жұмыс жоқ халықта. Сауда жасайын десе, ауқымы да кең емес. Бір жағында Қытай, бір жағында Ресей кімге не сатады? Көшедегі металл теріп сатпаса. Сол біздің басты проблемамыз. Енді мүмкін облыстық статус қайттан берілетін болса, көп жағдай шешілетін бе деп ойлаймын өз басым. Айтыста да өзің бір қатар көтердің бұл тақырыпты. Әлі де көтердім. Бірақ ештеңе орындалған жоқ па? Ештеңе орындала қойған жоқ, өкінішке орай. Бірақ соға берсең шайтан өледі ғой, әйтеуір бір күн орындалатын шығар. Орындалатын шығар. Тағы бір сұрақтан сұрақ туындайды ғой. Семей болған есіме түсті. Кеше ғана мен жалпы Қазақстанда атом электр станциясы салынуы мүмкін үлкен деген ауылға барып қайттым да. Халық мүлде хабарсыз. Ал бірақ бастапқыда халық қарсы. Енді әлі нақты салынбайды демесе де, орны белгіленді, алаң белгіленді деп тұр да. Ол жаққа біз ар жаққа кіргізген жоқ. Жалпы осы атом электр станциясына қатысты пікіріңді білгім келеді. Мен атом электр станциясының біріншіден шынымды айтайын. Атқаратын қызметін екенін де білмеймін. Электр қуатын өндіреді дейді. Иә, электр қуатын өндіргенде оның жаңағы біреулер айтады, Чернобыль деген қалада болды кезінде. Апат. Сондай апат болуы мүмкін, қауіпті, ол өте деп. Екіншіден естідім, Қазақстаннан салынып жатыр. Енді таза өз пікірімді айтайын, қазіргі жағдайдағы пікірімді. Егер ол шынымен қауіпті, зиян нәрсе болатын болса халыққа, онда мен қарсымын. Егер оны жоқ, үкімет келіп көзімізге шұқып, бұның мынандай пайдасы бар, бұл мынанша жұмыс орнын береді, мынанша бюджетке ақша түсіреді, содан біз мынандай жобаларды іске асырамыз десе, мен қарсы емеспін. Міне менің қазіргі пікірім осы. Нақтылы былай деп айтып жағы біреудің айтқан ойымен жүруден аулақ. Бірақ бұл жерде халықтың қауіптеніп отырғаны, бізде кез келген құрылысқа бөлінетін ақша талан-таражға түседі. Тендердің әлі өтетініне ешкім сенбейді. Ал атом электр станциясы бір кірпішінен кетпеу керек та. Ол енді бүкіл әлі күнге Чернобыль апатын зардабымен күресіп шыққандар бар. Сол тұрғыда қарсы халық. Ал жаңағы пайда келеді деген нәрсесіне қарсы емес. Менікі де сол халықтың пікірі ғой, енді басқа не? Мен де елдің пікірін айтамын. Тілең орындалсын. Соңғы сұрақ. Қазір сен аңдып жүрген жоқ па ешкім? Жүрген шығар? Өзің байқаған жоқсың ба? Тіпті аңдып жүргендер осы айтатыным, қасында жүрсін. Сөйлесіп жүрейік. Маған да жақсы. Артық бензин жақпаймын. Баратын жерім апаратын адамым болады. Қасымда қорғап жүретін адам болады. Егер аңдығысы келсе жүре берсін. Себебі менің ешкімнен ештеңе жасыратыным жоқ. Семейге барғанда да? Болды Семейге барғанда. Түсініксіз бір май қызметкерлер тоқтатып алып, болмайтын бірдеңелер айтты. Көп рахмет, Ринат, бүгін уақыт бөліп әңгімелесуге келген үшін. Әрқашан аман бол. Қазақ сені жақсы көреді.